сәуір Қазақстан Республикасының ғылым қызметкерлерінің күні. Бұл күн кездейсоқ дата емес. Себебі бүгін мемлекетіміздің ғылым академиясының тұңғыш президенті Қаныш Сәтпаевтың туған күні. Қаныш Сәтпаев сияқты елімізге ғылым саласына үлкен үлес қосып жатқан біз өз ғалымдарымызға алғысымызды айтамыз. Құрметті әріптестер, сіздерді шын жүректен мына 12 сәуір Қазақстан ғылым қызметкерлерімен құттықтаймын. Бұл үлкен біз үшін күн, ең алғашты өзінің тарихын осы 12 сәуір Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың туған күнінен басталып отыр. Оны айтып кететін жөн, биылғы ол кісінің 125 жылдығымызды тойлап жатырмыз. Ғылым қызметкерлерін осы шығармашылық үлкен бағытпен құттықтаймын.